Arab tilining 20 sabaq. Endi bizga o'sha so'nggi A1dan keyin so'nggi жағына keldik. At-tarhib va su'alu anil hal. At-tarhib сәлемдесу va degan және sual сұрақ, anil hal жағдай туралы сұрақ, я. At-tarhib va su'alu anil hal сәлемдесу және жағдай туралы сұрақ. Енді мына жерде диалог келтірілген. Мархабан, сәлем. Мархабан бика. Саған да сәлем. Ка деген ер адамға айтылады, әйел болса бики болады. Мархабан бики болады. Бұл жерде екі ер адам болғандықтан мархабан, мархабан бика болып айтылады. Енді сұрақ, кайфа хал. Жағдай, хал деген жағдай, кайфа қалай. Жағдайың қалай? Би хайрин, жақсы. Вальхамдулиллах, Аллаға шүкір. Ахлан ва сахлан, қош келдіңіз. Ахлан бики. Бұл да қош келдіңіз, қош көрдік деуге болады. Енді бұл жерде де мына жерде әйел болып тұр ғой, сондықтан бики болып тұр. Ал ер адам болса бика болатын еді. Ат-тааруф, танысу. Бұл жерде де ахлан ва сахлан. Қош келдіңіз. Ахлан бика, қош көрдік. Бика болады. Бики, әйелге бика, ер адамға ка. Сенің, саған да сенің дегендер. Ка ер адамға, ки әйел адамға. Міне киді көрдіңіз, әйел адамға қолданып тұр. Мархабан, сәлем. Мархабан бики, саған да сәлем. Да солай, мына жерде де солай байланыстыру керек. Кайфа хал, би хайр, вальхамдулилля. Ахлан ва сахлан, ахлан бика. Бики болса да болады. Мархабан, мархабан бика. Мархабан, мархабан бики. Ка ер адамға, ки әйел адамға. Мына жерде де бос орынды толтыру керек. Мына фараати мунасиб деген бос орындарға сәйкесінше сөздерді қойып жазу керек. Кайфа хал. Кайфа хал. Жағдайың қалай? Ахлан ва сахлан, қош келдіңіз. Би хайрин вальхамдулиллах. Жақсы, Аллаға шүкір. Ахлан бика. Қош келдіңіз. Деген осылай. Енді келесі сабақта.